Қайырлы күн, қымбатты тыңдарман. Жаңа әңгіме. Құндыз үйдің екінші қызы. Өзінен үлкен әпкесі және артынан ерген қос бауыры бар. Әпкесі Маржан екеуін бір анадан туған деп ешкім айтпайды. Маржанның жанының тазалығы соншама, тіпті аяғының астындағы құрт-құмырсқаны да сыйлап, оларға жол беретін, адам түгілі жәндікке жамандық ойламайтын қарапайым биязы қыз. Мамандығы мұғалім. Мектептегі ең дарынды, ең үздік тек Маржанның шәкірттері болатын. Өйткені оның сабақ өткізу тәсілі де ерекше. Ғылым мен исламның дәрістерін ұштастыра шәкірттерін оқытатын. Мектепке тіке барып, тіке қайтатын. Ешкімге артық қылық көрсеткен емес. Мектептегі жұмысымен қоса үй шаруасында қатар алып жүріп, үйінің іші мен ауласын әсем гүлдермен безендіріп, оларға күтім жасаудан жалықпайтын. Тазалық оның айрылмасы серігі. Шаршау не екен білмейтін өмірге құштар жан. Ал Құндызға келсек, ол мүлдем басқа адам. Анасы Ғалияның аузынан түскендей өсек аян, біреуді ғайбаттаудың хас шебері. Көше құмар, қыдыру, ойын-сауықты жаны сүйеді. Сабақты да қатырған емес. Міне, оқуын аяқтап грантқа түсе алмай, кешендік тест тапсырамын деп, не оқу жоқ, не жұмыс жоқ. Мектептің өзін Маржанның жетектеуімен әрең аяқтап шықты. Інілері Асқар мен Азаматта өте білімді. Құндыздың кімге тартып мұндай болғаны белгісіз. Негізі әкелері қайрат момын. Он саусағынан өнер тамған, жан баласына жамандық ойламайтын қарапайым адам. 3 перзентті өзіне ұқсатып туғаны айдан анық. Ал Құндыздың жөні бөлек. Қайрат пен Маржанды бүкіл ауыл жақсы, қырынан таныса Ғалия мен Құндызды жаман жағынан танитын. Маржанды келін етуге құмар етпеген әйел жоқтың қасы. Уақыт сағаты жетіп, тағдырдың қалауымен өзі секілді иманды, білімді, саналы жігіт медетті кезіктіріп, 2 жас өз қалауларымен шаңырақ көтерді. Мұғалімдік міндетімен қоса келіндік қызметті де қоса алып жүрді. Ата-ененің батасымен, шәкірттерінің ата-аналарының тек жақсы тілегі, батасы жас келіннің өмірін бұрынғысынан да нұрландыра түсті. 2 жақ құдалық тойды өткізіп, өз міндеттерінен құтылды. Жаусауын берерде анасы еш қиналған жоқ. Өйткені жұмыс істеп жүріп, өз ақшасының бар бөлігін жинап жүріп, артынан берер заттарын түгел алып, жинап кеткен болатын. Айына 1 төркінге барып, анасы мен бауырларынан хабар алып қайтатын. Үнемі ата-енесі демалып кел деп жіберсе, керісінше ол шаршап, шалдығып қайтатын. Оған себеп анасы мен сіңілісінің салақтығы. Үйін түгел шаң-тозаңнан сүртіп тазалап, жүдеп кеткен әкесі мен балаларына түрлі ас пен тәттілерін пісіріп, бір тойғызып қайтатын. Құндыз сіңілім, саған әр келген сайын айта-айта шаршадым. Үйге кішкене көңіл бөлсең қайтеді? Жас емессің ғой. Қолың бос, жұмысқа бармайсың. Таңнан кешке дейін үйдесің. Не істейсің, айтшы маған. Ойнаймын, болды ма? Сен енді өз үйің бар емес пе? Сонда білгеніңді жасай берші. Біздің үйден нең бар? Тыныш келіп, тыныш кет. Құндыз, олай жасама. Үйтпе, бүйтпе, ананы жаса, мынаны жаса. Уф, шаршаттып жібердің бар ғой. Жаным, мен саған жамандық тілейді дейсің бе? Ертең сен де келін боласың. Мына түрің мен ешқайда сыймайсың. Тағы бастадың ба? Келдің, көрдің, баршы енді. Мейлі, өз өмірің, өзіңдікі, өз еркің, өзің біл. Мен сені өзіңе жау санасаң да өзің біл. Ал мен тек саған жақсылық тілеймін. Қазір жезден келеді. Мына гүлдердің бәрін алып кетсем,
Сендерден қайран жоқ. Көбісі солып өлуге шақ қалыпты. Қалағаныңды ала бер, ал да жөніңе кетші. Ай, сіңілім-ай, қазір ашуланасың-ау. Ертең келін болғанда жылап тұрып, қоңырау шалып, ақыл сұрайсың ғой әлі. Бәрін уақыты келгенде көрерміз, әпкетай. Маржан сіңілісіне өкпелегісі келсе де өкпелей алмайтын. Құндыздың болашағы үшін қатты алаңдайтын. Маржан гүлдерін алып кетіп, үйдің іші қаңырап босап қалғандай болды. Қайрат бұл жайтты естіп көріп қуанып қалды. Сүйікті қызы Маржаннан қалған естеліктер көз алдында солып жатқан, іші қынжылатын. Ал Ғалия болса аздап ашуланып қалды. Ақымақ қыз, ата-енесіне жағымпазданып, үйдегі бүкіл затты тасып бітетін болды-ау. Тағы немізді алып кетер екен. Бір күні мына үйдің іші қаңырап бос қалса керек. Ғалия, жетер енді. Сендердің ол гүлдерге иелік етуге қандай құқықтарың бар? Ол гүлдердің әрқайсысын Маржан өзі отырғызып, өзі күтіп баптап өсірді. Енді не істеу керек енді? Көз алдында бәрі солып бара жатыр. Сендерден әр келгенде өтініп сұрайды, қарашы деп. Ал сендер бір рет болсын су құюға жарамайсыңдар. Мен не ерігіп жүрмін бе? Жұмыстан шаршап өлейін деп өз ас суымды әзер ішіп жүрген жоқпын ба? Ал ана қызың ше? Ол не бітіріп жатыр? Қашан қарасаң қолынан телефон түспейді. Не сабақ оқып жарытпайды. Айттым саған, оқуға түспей телефон алып бермейік деп. Маржан қашан өз жұмыс істегенше телефон ұстамай-ақ жүрген жоқ па? Ту, әке, жетер енді. Не болса Маржан ондай, Маржан мұндай. Маржан үйретеді, Маржан бүйтеді, Маржан өйтеді. Әбден мез еттіңіз. Мені жақсы көретін, еркелететін кезіңіз болды ма? Жоқ. Әлде мені асырап алдыңыз ба? Құндыз, не Құндыз? Не? Сендерден шаршап әбден біттім. Құндыз айқайлап жылап бөлмесіне кіріп кетті. Ғалия мен Қайрат осы қыздың кесірінен біраз айқайласты. Ғалия келіп қызының басынан сипап, жұбатуға тырыспақ болған. Бірақ қызы есікті аша қоймады. Құндыз үнемі өз қателігін байқамай өзгелерді айыптауға асығатын. Бұл жолы да әкесін жек көріп, өз әкесіне біраз тіл тигізді. Осы үйден құтылмақ болып, тұрмысқа шығуға бел буды. Өзі сөйлесіп жүрген жігіт Нұрланға алсаң бүгін ал, алмасаң менен мәңгілік айырыласың деп шарт қойды. Құндыздың кемшілігіне мінезі қарамай, шын сүйетін жігіт сүйіктісінен айырылып қалмау үшін үй ішін дүрліктіріп, бәрі зыр жүгіре бір күнде үйленуге дайын болды. Нұрлан жолдастарымен сол күні қызды алып кетуге келді. Құндыз асығыс шешім қабылдап, өзінің қазіргісінен де күрделі, қиыншылығы мол өмірге қадам басқалы жатқанынан хабарсыз еді. Әлі де жолы болып ішпейтін, шекпейтін, әйел затын құрметтей білетін ер азаматтың жары, сабырлы, байсалды ата-ененің келіні, тәрбиелі қыздың жеңгесі, қолы бал алтын абысының келіні болды. Қайнысы Нұрлан үйленді дегенді естігенде ең алғаш бәрінен де қатты қуанған жанның бірі жеңгесі Әсем болатын. Маған сырлас құрбы, сіңілі, көмекші болады деген ойда болатын. Түн ауып ауылды шулатып қызды алып келді. Үлкендер ақ орамалын жауып, ақ босағадан аттап шымылдыққа кіргізді. Қыздан тіл хат алып әке-шешесіне ескерту мақсатында қалың малын беріп хабаршы жіберді. Түн ортасы әке-шешеде Құндыздың үйде жоқ екенін байқап телефоны сөндірулі болған соң алаңдап отырған болатын. Есік қағылып, сырттан ер адамның даусын естігенде зәре-құттары қалмады. Есікті ашқан Қайрат мән-жайды білген соң екеуін ішке кіргізді. Қыз бергеннің назы бар демекші, дөрекі мінез көрсетіп, біраз ашуланып, арасына тіпті айқайлап та алды. Ақыры келер болса, іс болған соң келісім беріп, ризашылығын білдірді. Қонақтарға дәм-тұзын ұсынып шығарып салды. Қонақтар кеткен соң әйелін жағасынан алды. Біліп едім осылай боларын. Ал не болды соңы?
Қызыңды әбден еркелетіп бетімен жіберіп құрттың. Не оқыған жоқ, не қолынан үйдің шаруасы келмейді. Түске дейін ұйықтайды. Қандай келін болады екен? Менің қызым ақылды, бәрінде үйреніп алады. Оны уақыт көрсетер. Алдымен туыстарға хабар бер. Артынан ертең кім қуғыншы болып барарын шешейік. Ғалия абысын келіндерден түгел жинап алды. Қайраттың қарындасы Жанар, келіні Гүлзира, інісі Марат қуып баруға дайындық кірісіп кетті. Әйелдер көйлек іздеп сұлулық салонын жағалап жүрсе, Марат қалай сөйлеп, қалай жүріп тұратынын тізбектеп бірнеше рет репетиция жасап көрді. Бәрі мәз-мейрам. Ал Нұрланның анасы Мәриям мата-сатасын түгендеп, етін дайындап, қызу дайындыққа кірісті. Мәриямның келіндері бауырсағын, етін, тағы басқасын пісіріп, тойдың боларынан болатысы қызық дегендей, қайын жеңгелерінің әзілдері жарасып, ойнап күліп шулап жүр. Әсем жеңгесі бар күш-жігерін жұмсап, мәз болып шапқылап жүр. Құндыз болса ақ орамалды жамылып сызылып отыр. Беташар той әне-міне дегенше өте шығып, артынан қуғыншылар келіп, оларды да сый-құрметпен күтіп шығарып салды. Молда келіп шариғат бойынша екі жастың некесін қиып берді. Бәрі шаршап шалдығып жатып қалды. Ал екі жас түнгі ұйқыға таңға жуық бірақ жатты. Құндызды келіндік міндетін сезіне қоймады ма, әлде сол баяғыша өз үйімдегідей еркелеп жүре беремін деді ме, әйтеуір бірінші күн-ақ масқарасы шығып ұйықтап қалды. Жаз мезгілі, күн 5-тен бастап сәулесін шашып, ауыл тұрғындарының тұрмыс-тіршілігі басталып кетеді. Ал бұлар болса 9 болса да балқып ұйқыда жатыр. Әсем келіні, бері кел. Қазір біреу жарым келінің шайын ішейік деп келіп қалса, ұялып қалмайық. Мен оятсам ұят болар, сен жеңгесісің ғой. Барып ана екеуін оятып жібер. Апа, мен де ыңғайсызданып тұрмын. Несі бар? Жас келін деген ерте тұрып сәлемін салып, ата-енесінің дәрет суын дайындау қажет емес пе? Апа, сіз бен менің түсінігім осылай ғой, бірақ қазір заман басқа. Заманыңда шаруам жоқ. Заман өзгерсе де өзгермейтін адамдар бар. Қане тұрғыз. Есіктің алдын сыпырыңдар, ыдыстарды орнына жайғастырып, көршілерден алған ыдыс-аяқты қайта алып барып беріңдер. Жарайды апа. Әсем екі жастың бөлмесін тоқылдатып, әрең дегенде оятып алды. Құндыз түк болмағандай бөлмесінен шығып, жуынып, өзгелерге шай берудің орнына жолдасы екеуі ғана таңғы ас дайындап, ешкімді шақырмай, өзі дастарханға жайғасып шайын ішпек болып еді. Енесінің «Ей!» деген даусынан шошып, ыстық шайға күйіп қала жаздады. Келінің мұндай көргенсіздігімен Мәриям қатты ашуланды. Қайырлы таң қаншайым, ұйқыңыз қанды ма? Түсінбедім апа, неге ашуланып тұрсыз? Енді не істеуім керек? Саған келін болу тек еркекпен төсекте жату деп үйреткен бе? Апа, не деп тұрсыз? Әсем келін. Бұл үйдің ережелері мен тәртібін өзің айтып мынаған үйретіп қойшы. Апа, ол әлі жас қой. Бірінші күннен олай жағасынан алмасақ қайтеді. Мен не бүлдірдім жеңге, айта беріңіз. Құндыз, біздің ауылда келіндер күнмен таласа ұйқыдан оянады. Таңертең ата-енеден бастап өзінен жолы үлкеннің бәріне түгел сәлем салады. Құндыз бөтен жер болған соң көңілі босап жылауға шақ қалды. Балам-ау, қазір шілденің кезі, күн болса ыстық, түсте сыртқа шығу мүмкін емес. Таңертең ертемен тұрда тірлігіңді бітіріп түсте ұйықтайсың. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деген. Біз не айтсақ та саған жақсы болсын деп айтамыз. Міне, әсем келінің осы үйге келін болғанына 6 жыл болды. 6 жылда бір рет болсын мені жаман атқа қалдырған емес. Үлкені де, қарты да тыңдап, сыйлай біледі. Біреудің айтқан ақылын тыңдай білу тәрбиеліктің белгісі. Айналаңдағы адамдардың пікірін тыңда. Санаса білсең ғана, білгеніңнен білгенің көп болады. Өзгенің сөзін менсінбеу, өзімшілдіктің, адамзаттың қас жауы. Көп сөйлесе де үндемей тыңдап, қажет жерін есіңде сақтауға тырыс.
Жеңгеңнен үлгі алуға тырыс. Апа, кешіріңізші мені. Міне, енді дұрыс болды. Енді бар, ана қора жақта жүрген атаңды алдымен сәлем салып сосын шайға шақыр. Жарайды, апа. Құндыз енесінің айтқанындай жасады. Бәрі жиналып өз қолымен бәріне шай берді. Ыңғайсызданып шай іше алмады. Әсемнің де ұлы Мақсат ұйқысынан оянып, еркелеп жылап анасына шай ішкізбеді. Келіндер өздері шай ішсін деп бәрі тұрып тірліктерін кірісіп кетті. Екі абысын өздері оңаша отырып шай ішіп, әңгіме дүкен құрды. Құндыз жаным, сен әлі жассың. Үйренерің көп. Апам өзі сондай ашулы, қатал болып көрінгісі келгенмен, жүрегі жұмсақ адам. 6 жыл бойы қанша ұрсса да жамандыққа қиған емес. Жоқ затымды айтқызбай-ақ алып береді. Екі қызға да осы күнге дейін маған қарсы ауыз шыққан емес. Тіпай, қыздардың да бір жаман мінез жоқ. Жеңге деп үнемі сыйлап келеді. Арамызда осы күнге дейін ұрыс-керіс болған емес. Екеуіңде сіңілімдей көремін. Бикеш тұрмыста, үйлі жайлы. Кішкентайы 40-нан шықпаған соң беташар тойға келе алмады. Бірер айда қыдырып келіп қалар. Ерке қыз студент, оқуына барады да келеді. Атам мен біздің үйдегі қайнағаңның ауыздарынан артық сөз шықпайды. Сұрақ қойып, сұраққа әрең жауап аламыз. Ал қайнымның мінезі өзің жақсы білерсің. Енді бұл сенің де үйің. Емін-еркін қысылмай жүре бер. Бір нәрсе қажет болса, қиналсаң маған айт. Өзім бәрін үйретем. Абысын тату болса ас көп деген. Осы үйдің берекелі де, мерекелі болуы екеумізге байланысты. Біз тату болсақ, осы әулет мына екі ағайынды тату болады. Әпкелі сіңілі болып, сырлас, мұңлас болып жүрейік. Айтқандай, менің Нұрасыл балам кішкене еркелеу, әбден күттіртіп 4 жыл дегенде дүниеге келген. Ата-апасы, әкесі, аға-әпкелері әбден еркелетіп жіберген. Кішкене бұзықтығы бар, көңіліне тиер, өсе келе есі кірер деп үміттенемін. Рахмет жеңге. Құндыз абысының сөздеріне мән бергендей сыңай танытып, күлімсіреген мен іштей сол баяғы әдеті өзім білем деп отыр. Әсемнің сөздері елеп ой елегінен өткізген де жоқ. Кіммен сөйлесе де әсемді мақтайды. Сондай бұл, содан үлгі ал деген. Бұл сөздер іш тар Құндыздың ашуына тиетіндей. Бәрі бейхабар еді. Үнемі әсеммен есептесе тірлік жасап жүрді. Одан кем болмаса артық тірлік жасамайды. Нұрлан өзі сондай балажанды болатын. Нұрасылдан ештеңесін аямай, күнде кешкісін пакетін көтеріп, дүкендегі бар тәттіні көтеріп әкелетін. Көлігіне мінгізіп, ауыл ішін бір аралатып, сосын шай тамағын ішетін. Ал бұл жағдай Құндызға мүлде ұнаған жоқ. Соның кесірінен екеуі талай ұрсып та қалды. Түні бойы шаршап шалдығып келген Нұрланның миын жейтін. Ақшаң көп қой, иә? Нең бар осыншама зат әкеліп? Әкелсем не болыпты? Бала емес пе? Жесін, ішсін. Өзінің әке-шешесі бар емес пе? Солар алып берсін. Жаным, маған ешкім сен әкел деп міндет артып қойған жоқ. Өзім солай қалағандықтан жасап жүрмін. Одан да сол ақшаны маған берсең болмай ма? Құндыз, беріп жатырмын ғой сағанда. Ана ағаңа қарашы. Жетер енді, әбден мезі еттің. Ағаң, апаң, жеңгең деп. Менің отбасы мүшелерім жайлы бір ауыз жаман сөз айтар болсаң. Не істейсің, ұрасың ба? Ұр кәне. Құндыз, мені мәжбүр етпе. Ұр деймін қане. Нұрлан ашуға булықты. Бұл жағдай алғаш рет емес. Үнемі өзін ұстай алатын жігіт бұл жолы ашумен әйелінің жағынан салып жіберді. Құндыз дереу киімдерін киіп кетемінге салды. Қайда барасың? Үйіме кетемін. Өзің ғой мені осыға мәжбүр еткен. Неге мені? Түсіне алмайсың. Ағам өзі оқымаса да мені оқытты. Өзі мінбеген көлікті маған алып берді. Ағам үшін не істесем де артық етпейді. Маған жасаған жақсылықтарының жанында Нұрасылға алып беретін тиын тұратын заттар түк те емес. Түсінсеңші, мен де адаммын ғой, сен де мені түсін. Менің де қолымда ақша болғанын қалаймын. Ары-бері көшеге шыққанды бір нәрсе жегім келеді.
Беріп жатырмын емес пе? Сол саған аз ба? Ол ақша неге жетеді? Нұрлан ашу мен жарына қол көтергені үшін ыңғайсызданып, жанын қоярға жер таппай, оны риза ету үшін бар талабына келісті. Негізі мамандығы программист, қалада шағын дүңгершегі бар. Сол жердегі ұялы телефон жөндеп, программалар орнатып, халыққа қызмет көрсетеді. Бұзылған телефондарды алып, жөндеп сататын тағы бар. Күнделікті 30 мыңнан кем таппайды. Ағасы Бағлан болса құрылысшы, қолынан келмейтіні жоқ. Қасында 2 жолдасын ертіп, шағын бригада болып тапсырыс қабылдайды. Жұмысы ауыр болғанмен, табысы соған лайықты. Үй соғу оған түкте емес. Биік шатыр үстінде өрмекші адамдай жүре береді. Ауылда біреудің үйін соғып жатқан болатын. Сол күні жаңбыр себелей бастады. Бағлан жолдастарының сөзіне құлақ аспай кішкене ғана қалған шатырдың бір бөлігін жабу үшін төбеге шығып кетті. Енді ғана бітіп, бойын тік көтергені сол еді. Су болған шатырдан аяғы сырғанап, шатырдан доптай домалап келіп, жердегі үйілген тастың үстіне құлады. Жолдастары көмектесуге талпынғанмен, қолдан келер қайран болмады. Дереу жедел жәрдем шақырып, үй ішіне хабарласып ауруханаға алып кетті. Алып ұшып баласы үшін қайғыдан құса болған әке-шеше көп жедел жәрдемнен бұрын ауруханаға жетіп үлгерген екен. Басы жарылған, бет-әлпеті қан көрінбейтін баласын көрген ата-анасының қан қысымы көтеріліп, оларға да медбикелер тиісті көмек көрсетті. Алла қолдап, басынан аса зақым келе қоймаған екен. Тек беліне зақым келгені болмаса, дәрігерлер 6 ай бойы тегіс қатты жерде жатуын, ауыр салмақ көтермеуін, арнайы корсетпен жүруін қатаң тағайындады. Ата-ананың жарының көңілі сәл де болса жай тапты. Бір аптадай травматология бөлімінде жатып, ем шарасын қабылдап, бір нәрсе тексеруден өткен соң үйіне босатылды. Ешбір жұмысқа жарамай қалғаны Бағланның жанына батып, ары маза бере қоймады. Енді үйдің бар шаруасы, бар шығыны бауыры Нұрланның мойнында қалды. Бұл жағдай Нұрлан мен Құндыздың жиі жанжалдасуына себеп болды. Бала десе шығар жаны бөлек. Нұрлан әйелінің жүкті екенін білгендіктен ашуланса да оған қатты ұрсып, қол көтере қоймайтын. Оның бұл әрекетінен хабардар жары ішіндегі сәбиін қару ретінде пайдаланып үнемі айтқан істететін. Қазіргі жастардың құмары бірді зиянды заттар, тез дайын болатын лапша, чикен, бургер дегенді күнде қаладан алдыртып, түні бойы тығылып жейтін. Бұл үйде бұрын-соңды ондай болмаған соң енесі Мәриям ашуланып қалды. Екеуін отырғызып, біраз ақылға шақырмақ болды. Балам-ау, сенің бұның не? Бұрын-соңды мұндай жоқ еді. Мейлі, түсінем, жарың екіқабат жегісі келер, бірақ осылай тығылып жеу керек пе? Өле жегенше бөле же деген. Бәрінің тесік тамағы бар. Есі бұрқырап тұрған соң бәрінің жегісі келеді. Әкелсең бәріне әкел. Бәріне әкелетіндей Нұрланның ақшасы көп дейсіз бе? Онсыз да бүкіл азық-түлікті тасып, газ, су, жарығыңыздың ақшасын төлеп отырған жоқ па? Мен ұлыммен сөйлесіп отырмын. Сен араласпа. Неге араласпайды екенмін? Бір өзі қаншама адамды асырап отырған біле тұра, ұрсуға қандай қақыңыз бар? Құндыз, жап аузыңды. Ашуыма тиме. Мен саған бұл тақырыпты қозғама дегенмін. Мен айтсам шындықты айтып отырмын. Қайнағаның жатқаны 2 айдан асты. Оның дәрісі әкелсе, Нұрлан жақсы. Ерке баланың балабақшасының ақысын төлесе, Нұрлан жақсы. Азық-түлік алып келсе, Нұрлан жақсы болады. Бір әйелінің жергі асын алып берсе, Нұрлан жаман адам бола ма? Бұл сөздерді көрші бөлмеде естіп жатқан Бағлан шыдай алмай, орнынан әрең тұрып, сыртқа шығып кетті. Нұрлан ашуға булыққаны соншама, ақылынан айырылып, әйелін жатын бөлмесіне сүйреп барып, ішке итеріп жіберді. Дереу, киімдеріңді жина, үйге кетесің. Кететсе кетемін деуші едің ғой, ал, кәне жинал. Өзім-ақ сені жеткізіп тастаймын. Бір балам сыртта өссе, өсерде қайтейін. Қане жинал, кетесің. Балам, қой, олай жасама. Мен тек
Жоқ апа, сіздің еш кінәңіз жоқ. Әбден мезі болдым бұл қатыннан. Шаршатып жіберді. Күніге осы. Қой, қайтесің ауылға келер бір күні. Апа, бұған туыс, қатынас, сыйластық, махаббат маңызды емес. Құндыз бұл үйден кете алмас еді. Өйткені Нұрлан қызба, мінез болғанмен ақыры көніп дегенмен жүруші еді. Осы сәтте қулыққа көшіп ішін ұстап жерге екі бүктеле жата қалды. Ішім-ай, ішім. Әй келін, не болды? Апа, ішім ауырып барады. Нұрлан, дереу жедел жәрдем шақыр. Нұрлан әйелінің құрсағындағы өз қанынан жаралған сәби үшін алаңдап әбігерге түсті. Мұны көрген қу қатын байбалам салып шыңғыра берді. Әсем де жүгіріп келіп келін жұбатуға тырысты. Жаным, қорықпа. Саған да балаңа да ештеңе болмайды. Алла қаласа бәрі жақсы болады. Жылама. Қайным, қане көтеріп төсекке жатқызайық. Аяғын жоғары көтеріп жатсын. Нұрлан жақындаған сәтте оны бұл ісіне өкіндіру үшін бағындыру мақсатында одан әрі рөліне кірісіп шу шығарды. Қолынан ұстап тұрған енесінің қолын сілкіп итеріп жіберді. Жоғал, маған жақындаушы болма. Осы ма еді апа қалағаныңыз? Бір тамақты менен қызғанып, шу шығарып, балаңызға ұрысқызып, жаныңыз рақаттанып қалды ма? Сендерді жек көремін, жоламаңдар маған. Осыдан сәбиіме бірдеңе болса, сендерді ешқашан кешірмеймін. Келін, олай ашулансаң, жағдайың ауырлай береді. Болды, ашуланба. Жеңге, маған бөлмеме жетуге көмектесіп жіберші. Әсемге сүйеніп, бөлмесіне жетіп ішке ешкімді кіргізбей, өз үстіне ұялудың орнына бәрін ақымақ еткен үшін аузын жауып, айызын қандырып рақаттана күліп алды. Өтірік қалатын ауыстырып, Нұрланнан күніге алып отырып, жинаған 100 мыңнан аса ақшасын төс тартқышының ішіне тығып қайтадан ыңқылдап шықты. Жедел жәрдем келіп ауруханаға алып кетті. Артынан Нұрлан мен Мәрия апа көлікпен жүріп отырды. Ауруханаға жеткізіп, бірден ультрадыбыстық зерттеуге алып кіріп кетті. Дәрігер барлық жақсы екенін айтып еді. Ауруханаға жатқызуға ешқандай негіз жоқ екенін жеткізді. Ішке кезекші дәрігер келіп еді, дереу жыламсырай бастады. Екеуіне 2 қызыл қағазды ұсынып шартына көшті. Ішім қатты ауырып тұр. Үйде тыным жоқ. Енем мен абысыным күн көрсетпейді. Күнмен жарыса тұрамын. Түнде бәрінен соң жатамын. Ешкім мені аяғы ауыр демейді. Дәрігерлер оның шарасын дереу түсінді. Екеуі Құндызды жетектеп, дәлізде күтіп отырған енесі мен күйеуінің қасына жетектеп келді. Не болды, жағдайы қалай? Бәрі жақсы ма? Сәбидің өмірі қыл үстінде. Келініңіз ауруханаға жатудан бас тартты. Күтінбесе сәбиі түсіп қалуы мүмкін. Жағдайын жасаңыздар, аяғын көтеріп жиі жатсын. Көңілін жабырқатпауға тырысыңыздар. Ауыр көтермесін. Келін, осында 1-2 күн жатсаңыз. Жоқ апа, маған үйде болған ұнайды. Сіз бен жеңгем барда еш уайымдамаймын. Мәриям сәбиге зақым келеме деп қатты қорқып қалдым. Үйге келген бойда келіннің бар жағдайын жасады. Төсекке аяғының астына көрпешелерді қойып, аяғын көтеріп жатқызып, набат салып ыстық шайын қасына алып келді. Мұның бәрінің жалған екенін қайдан білсін? Бала десе, ішкен асын жерге қоятын Нұрланда әйелінің аузынан шыққан әрбір тілегін орындады. Бұл әккі келін болса бәрін алдында құрдай жорғалатып қойғанына мәз болып, үстерінен күліп, қалағанын жеп, ішіп жата берді. Телефон қолында. Әрбір құрбысына қоңырау шалып, мақтанып болар емес. Мұның әрбір ісінен хабардар, тіпті кейбірін өзі үйреткен ұстазы анасы. Қызының әрекетіне мәз болып мақтанып қояды. Бірнеше күн жата-жата жалыға бастады. Төркініне барып жиған ақшасын жаратып, дүкен, дәмханаларды аралап қайтқысы келді. Бірақ ауырып жатқан соң күйеуі мен енесі жібермесін білген қу әйел тағы да қулыққа көшті. Әсемнің ұлына айқайлап ұрсып жатқан естіп сыртқа шықты. Қасына келіп актриса болып рөлге кірді. Жеңге, мен әдейі істеп жатқам жоқ қой. Балада неңіз бар? Айтарыңыз болса өзіме айтыңыз. Құндыз, сен не деп тұрсың?
Мен саған емес, өз балама ұрсып жатырмын. Баланы желеу етпей-ақ қойыңызшы. Маған тиістіріп айтып жатқаныңызды жақсы білемін. Құндыз, мен саған ештеңе дегенім жоқ. Ұрыссам өз балама ұрыстым. Білем, үйдің бүкіл шаруасы өзіңізге қалып қиналып жүрсіз. Бірақ мені де түсінуге тырысыңызшы. Әдейі істеп жатқан жоқпын. Қайтейін енді? Күтінбесең бала түсіп қалады деп жатыр. Мен саған жатпа дедім бе? Сен жоқ кезде де 6 жыл бойы осы шаруаның бәрін өзім жасап келемін. Бұдан кейін де өзім жасай беремін. Екеуінің даусын естіп Мариям үйден жүгіріп шықты. Әй келіндер, не болды? Не жанжал? Кіші келін неге жылап тұрсың? Апа, мені кешіріңіздерші. Не болды, айтсаңшы. Ешқандай тірлік істемей жатқаным үшін жеңгем ашуланып бәрі өшін ерке баладан алып ұрсып ұрып жатыр. Баланың не жазығы бар? Мен әдейі жасап жатқаным жоқ. Үйдің шаруасына көмектесе алмай жүргенім өзімнің де жаныма батып жүр. Әй әсем келін, сенің мұндайың жоқ еді ғой. Саған не болған, апа? Мен оған қатысты бір ауыз сөз айтқаным жоқ. Баламды күніге ұрыссам емес пе? Бүгін ғана көріп тұрған жоқсыздар ғой. Келін, сен бөлмеңе барып жата бер. Жоқ, жатқым келмейді. Бұлай біреудің жекіргенін естіп жексұрын болып жатқанша тірлік істейін. Түссе түсіп қалсын. Құндыз, қойсайшы. Айтыңыз, не істейін? Ештеңе істемей-ақ қой. Өзімнің ақ шамам келеді. Бар жат деген соң жатсайшы. Неге айқайлап тұрсыз? Мен сізге не істедім? Енесін өз жағына шығару үшін еңкілдеп жылап жіберді. Сіз де ана емессіз бе? Әрбір ана өз сәбиі үшін алаңдайды. Бар жазығым, ішімдегі сәбиді ойлағаным ба? Құндыз өкпелегендей сыңай танытып бөлмесіне кіріп кетті. Артынан енесі мен әсемнің жанжалдасып жатқанын естіп, жоспарының бір бөлігі іске асқанына қуанып, аяғын аспанға көтеріп жатты. Кешке Нұрлан келер уақытта бөлмесінен шығып, өтірік тірлік істеп жүрген адамның кейпіне енді. Құндыздың кесірінен еш жазықсыз енесінен сөгіс естіген жеңгесі қабағын түйіп, үн-түнсіз тірлік істеп жүрген болатын. Оның ашуын Нұрлан да байқады. Түн болып әркім өз бөлмесіне кіріп кетті. Құндыз өзінің жоспарының екінші бөлігін орындауға кірісті. Өтіріктен ыңқылдап ауырған адамша ыңырсып келіп төсекке жатты. Не болды? Ауырып тұрсың ба? Саған дәрігерлер көп қимылдама, бір аптадай күтін демеп пе еді? Жеңгемді көрдің бе? Иә, өзі бірдеңеге ашулы сияқты. Не болды? Тыныштық па? Мен ештеңе істемей жатқаным үшін ашуланып, ұрсып шығарды. Қойшы, жеңгем ондай емес. Тірліктен қашқан адам емес. Сонда мен өтірік айтып тұрмын ба? Білмеймін ғой енді. Ішім қатты ауырып тұр. Дәрігерлер төсектен тұрмай күтін деп еді. Жаным, мен бұлай үйде жата алмаймын. Жеңгемнің ашуланғанына жаныма батып, одан әрі қинала түсемін. Мені төркінге жіберші. Анам бар, жағдайымды жасайды. Өтінем, мен үшін болмаса да сәбиіміз үшін. Құндыз өз жоспарын сәтті орындап, жарын дегеніне көндірді. Неге сонша маған айқайлайсыз? Қолымнан келгені осы. Әй, ана әсем жеңгеңнің осының бәрін үлгеруші еді. Адамның жасаған адам жасай алады. Сенің де одан еш жерің кем емес. Жетер енді. Әсем, бітпейтін әсем әйтеуір. Мен әсем емеспін. Мен Құндызбын, Құндыз. Бітпейтін күңкілдеуіңізден әбден шаршадым. Жақсы, онда мен кетейін. Әсемдей тағы бір қыз тауып алып беріңіз балаңызға. Мен саған кет деп тұрғаным жоқ. Қит етсе кетем дей береді екенсің. Жаман қатын кетем деп қорқытады. Сенен қорқар мен жоқ. Кетсең кет, қайтеміз енді. Шаршаттың ғой адамды. Құндыз бөлмесіне кіріп кетіп, киімдерін сөмкеге түйіп отыра берді. Бірер сағат өтіп, ашуы басылған енесі бөлмесіне кіріп келді. Затын түйіп жылап отырған келіне жақындап, сабыр мен ақылға шақырды. Келінжан, айналайын. Артық кеткен секілдімін. Сабырға кел. Үлкен болған соң ұрсамын да. Мен айтпасам, кім айтады саған? Тірлігіңді тиянақты жасап, тамақты, наның уақытылы дайын болса саған кім ұрсады? Қой, заттарыңды жайына қой. Үй болуға тырыс. Қолымнан келгенше жасап жатырмын ғой, апа. Үнемі ұрса бересіз. Мен жасы келген, жүйкесі жұқарған адаммын. Сен жассың.
Мен сөйлегенде үндемей тыңдай салсаң болмайды ма? Басыңды изе де кете бер. Сөйлеп қоямын ғой. Негізі Құндыздың мақсаты кету емес, жай енесін қорқыту болатын. Бұл жолда мақсатына жетіп, енесі алдына жалынып келді. Енесін тыңдаған адамдай заттарын қайта орнына қойып, дым болмағандай тірлігін жасап жүре берді. Нұрасыл үнемі Әсемнің телефонына YouTube арқылы мультфильм көріп жүретін. Әсемнің тариф уақыты бітіп, Нұрасыл түнде жылап, ақыры болмаған соң Нұрлан өз телефонын ұйықтағанша берді. Әсемнің айлық алуына әлі бірер апта бар болғандықтан Нұрлан жеңгесінің телефонына бірлік салып берді. WhatsApp желісі арқылы жеңгесіне бірлік салғанын айтып, хабарлама жазып жіберді. Нұрланның телефонын күнде ақтаратын әйелі осы бірлік үшін қырғын жанжал шығарды. Неге оған сен салуың қажет? Өзі жұмыс істеп жүрген жоқ па? Өзі салсын. Менің әрбір ісіме араласуды қойшы. Шаршатып жібердің ғой. Осы саған берген қанша мың ақшаның есебін сұрадым ба? Бұқтан өзгенің бәрін алып жатырсың. Неге алдың дедім бе? Сұрағаныңды беріп жүрмін. Саған енді не керек? Тыныштық берші, өтініш. Демек сені мазалап жүрмін бе? Менен жалықтың ба? Жалықтым дегенім жоқ. Күнде бір себеп тауып миымды жейсің. Онсыз да жұмыста неше түрлі адамдарға кезігіп, жүйкем жұқарып, әрең үйге жетем. Үйде сен тыныштық бермейсің. Түсінсеңші мені де. Мен үшін жұмыс істеп жүрген адамдай маған міндетсің бе? Қашан қайтамын саған? Біз бәріміз бір отбасымыз. Сен мен деген жоқ. Кім не тапса бәрімізге ортақ. Өзіңе қажет ақшаңды алып отырсың. Басқасына араласқанды қой. Сонда мен сен үшін ешкім емеспін бе? Уф, жетер енді. Шаршатып жібердің. Ұйқы бересің бе, жоқ па? Нұрлан жастық көрпесін алып, қонақ бөлмеге кіріп көрпені бүркеніп жата қалды. Астында төсеніші жоқ. Артынан Құндыз еріп келіп, тағы маза бермейді. Айтпаған сөзі жоқ. Нұрлан ешбір жауап қайтпай жата берді. Құндыз өз ісіне өкініп, Нұрланнан айырылып қалудан қорқып, мысықтай мияулап, жалынуға көшті. Сонда да еш жауап ала алмады. Ақыры өз бөлмесіне барып, WhatsApp желісі арқылы тоқтаусыз хабарлама жіберіп, түні бойы ұйқы бермеді. Нұрлан ол хаттарды оқып, басын қатырғысы келмей, бәрін түгел өшіріп тастап, телефонын сөндіріп, әрі қарай ұйқыға кетті. Таңертең ашуы әлі тарқамаған әйел ұйқыдан тұрмай жатып, шай ішпей жұмысқа кетіп қалды. Ұйқысы қанбаған, қатты жерден жатып денесі ауырсынып қалған жігіттің жүйкесі жұқарып, бірнеше тұтынушымен сөзге келіп ұрсып қалды. Сол күні жексенбі, Әсем үйін жинап, кір жуып өз тірлігін жасап жүрген. Нұрланның таңғы ас ішпей үйінен безіп кеткен, өзінен емес жеңгесінен көрген әйел күні бойы абысына қабақ түйіп, ашуланып, бүкіл затты тарсылдатып тірлік істеп жүрді. Оның бұл қылығын Әсем бірнеше рет байқағанмен үндемей жүре берді. Ақыры болмаған соң бөлмесіне кіріп кеткен келіннің артынан барып, не болғанын сұрамақ болған. Ол ұрыс іздеп отырған келіні абысының жағасынан алды. Құндыз, саған не болған? Неменеге маған мінез көрсетіп жүрсің? Мен саған не істедім? Түк білмейтін періштедей болып қалмашы. Не? Маған қалай сөйлейсің? Осы сен бар ғой, періштенің кейпіне еніп жүрген шайтансың. Сенің кесіріңнен Нұрлан екеуміз қырылып өлетін болдық. Міне қара. Көрдің бе? Оқысаңшы. Сенің кесіріңнен Нұрлан түні бойы қонақ бөлмеде жатты. Менімен сөйлеспей қойды. Қаншама жалынып хабарлама жаздым. Ешбіріне жауап бермеді. Демек өзің сол дәрежеге жеткізгенсің. Өзің кінәлі бола тұра, кінәні өзгеден іздегеніңді қашан қоясың? Не? Сонда сен маған өзің жамансың деп тұрсың ба? Мен саған ондай ештеңе дегенім жоқ. Жаман, іштар адам екеніңді өзің мойындап тұрсың. Ұятсыз, айтып тұрғанын қарашы, оңбаған. Қазір мен саған көрсетемін. Құндыз орнынан атып тұрып, Әсемге бас сала, орамалын жұлып, шашынан жұла бастады. Денелі келген Әсем оған бой берсін бе? Кеудесінен итеріп жіберген еді, еденге ұшып түсті. Айлақ кер, қу түлкі тағы да қулыққа басып, көмектесіңдер деп айқайға салды. Оның даусын естіген енесімен Бағлан жүгіріп келді. Еденде бүктеліп, ішін ұстап тұрған Құндызды көргенде екеуі де шошып кетті. Дереу барып енесі
Арқасынан сүйеп тұруға көмектесіп төсегіне жатқызды. Мұнда не болып жатыр? Апа, мен одан қорқамын. Мені құтқарыңдаршы. Ол менің сәбиімді өлтіреді. Құндыз келін, сен не деп тұрсың? Әсем ондайға бармайды. Апа, ол менің осы сәби үшін тірлік істемей жатқанымды көре алмайды. Әй өтірікші, жетер енді, шыдамның да шегі болады. Сенің өтірігіңнен тойдым, апа. Рас айтам, ішім ауырған соң келіп жата тұрайын деп едім. Артымнан бөлмеге келіп ұрса бастады. Неге ұрса бересіз деп едім, еденге итеріп жіберді. Апа, ол өтірік айтып тұр. Мен оған тиген жоқпын. Жетер енді, ауырып жүрген адамда нең бар? Мен саған айттым ғой, үндемей жүре бер. Мен бармын, өзім сөйлесемін деп. Нең бар енді? Апа, мен оған ештеңе істемедім. Өзі алды да, мен саған көрсетемін деді. Ештеңе істемесем артыңнан неге бөлмесіне келдің? Сонша жылдан бері істеп жүрген шаруаңды істей алмай қалдың ба? Апа, неге үнемі кінәсіз болмаса да маған айқайлай бересіз? Әсем әділетсіздікке шыдай алмай, енесіне қарап айқайлап жылап жіберді. Сыртта тұрған Бағлан әйелін сыртқа сүйреп шықты. Заттарыңды жинады, балаңды алып үйіңе кет. Бағлан, мұның не? Мен не бүлдірдім? Айттым ғой мен. Оған тиген жоқпын. Кет деген соң кет. Кетпеймін. Бұл менің де үйім. Қууға еш қақың жоқ. Балам-ау, енді сен шықтың ба? Қайсысы біріңе күйейін? Өлтіретін болдыңдар ғой мені. Әйеліңде нең бар? Қателік жасамайтын адам болмайды. Ол да тірліктен шаршаған болар. Соған бола үйінен қуып жіберуің керек пе? Қателік, шаршау. Апасыз 6 жыл бойы Әсемді тани алмадыңыз ба? Мен оны қателік жасаған үшін қуып жатқан жоқпын. Әділетсіздіктің құрбаны болған үшін, жазықсыз бола тұра айыпталған үшін, оны қорғай алмағаным үшін оған кет дедім. Қайтейін, бір жағымда інімнің отбасы, бір жағымда өз отбасым. Оны бұлай қор еткенше жібере салайын. Өткен жолы Бағилаға неше түрлі әңгімені ойдан құрап айтып, Әсем екеуінің арасында от салды. Оның қапа болып кеткені үшін Әсем қаншама түн алаңдап ұйықтай алмай шықты. Ол кезде де жұмған аузымды ашпадым. Мені аулада отырғанымды байқамай, сіздердің көздеріңше ауырған сыңай танытып, ешкім жоқтай еш қиналусыз жүргенін өз көзіммен мен көрдім. Тіпті байқаусызда өз істеген арам пиғылдарының құрбыларына мақтана айтқанда өз құлағымен естідім. Оның арсыздығы сондай, тіпті дәрігерлерге пара беріп, өзін ауру етіп айтқызған екен. Оның анасымен сөйлескенін естіп қалдым. Қойшы, бір күні түзелер десем, оның арсыздығы шектен шығып барады. Нұрланның тапқанының менің жұмысқа жарамай жатқанымды үнемі бетіме баса береді. Қайтейін апа, менің жұмыстан қашпайтынымды өзіңіз жақсы білесіз. 6 ай өтсін, денсаулығым қалпына келсінші. Осы үйді тұрғызған, інімді оқытқан, көлік алып берген, дүкен ашып берген мен емес пе? Сол үй болсын деп сізге әр тапқан ақшамнан $1000 беріп жүрген мен емес пе? Әйелім баламның аузынан жырып, жинап жүрген кім? Мен мұның бәрін міндетсінбеймін. Ағалық, перзенттік парызым. Оның бұл қылықтарын ініме қалай айтамын? Әйелінің барып тұрған 200-ді адам екен, қалай айтамын? Оның мінезін білесіз. Әйелі жүкті болған соң әрең шыдап жүр. Егер бұл жағдайларды естісе, ол өлтіріп қояды ма деп қорқамын. Жұмыста басы ауырып, әркіммен ұрсыса берген соң Нұрлан жұмыстан ерте қайтып келген болатын. Бұл оқиғаның куәсі болды. Ашуға булығып, көлігіне отырып, желмен жарыса ұштыртып айдап кетті. Бірер сағат өтіп, әпкесі Бағила мен қоса ата-енесі Қайрат пен Ғалияны ертіп келді. Олардың ешбірі не болғанын түсіне алмай таңдана кіріп келді. Әке, апа, аға, жеңгесін бәрін түгел қонақ бөлмеге жинады. Түктен хабары жоқ, жеңіске жеттім деп мәз болып жатқан әйелін қолынан сүйреп кел бір топ адамның ортасына итеріп тастады. Құндыздың әкесі шыдай алмай орнынан атып тұрды. Әй, сенің мұның не? Әке, өтінем кешіріңіз, бірақ қызыңыз осыған лайық. Әй, күйеу бала, әке шешеңнің көзінше осылай істесең, біз жоқта қызыма күн көрсетпейтін шығарсың. Ал сіз мүлдем аузыңызды ашушы болмаңыз. Сізді де ана дейді-ау. Мен емес, мына сіз үй алыңыз.
Балам үлкен кісі, қалай сөйлеп тұрсың? Саған не болды? Апа, не болған? Мына келініңіз басынан бастап өзі айтып берсін. Кәне сөйле, өтірік ауру ету үшін дәрігерге ақша бердің. Төркініңе бару үшін жеңгеме жала жаптың. Әпке мен Бағиланы ұрыстыру үшін қандай өтірік құрастырғаныңды, мына үйдің берекесін қашырып, күнде бір ұрыс шаршатқаныңды әке шешеңе маған айтып бер кәне. Қызының қандай екенін білетін әкесі үндемей, жерге қарап ұяттан өртенердей болып отырды. Анасы болса бар өтірікті ашыларын біліп қорқып, қара терге түсіп отырды. Мен қызымды бұлай қорлауыңа жол бермеймін. Қайрат әйелін орнынан тұрғызды. Сен бұл іске араласпа. Ашуыма тимей орныңда тыныш отыр. Кәне сөйле, не былықтырып жүрсің? Сендей қызым болғанша. Әке, мен ештеңе істемедім. Жаныңның барында сөйле, әйтпесе сені әттең ішіңде бейкүнә нәресте бар. Әйтпегенде сені өз қолымен ұрып өлтіріп қояр едім. Әке, сөйле. Құндыз сонда да ештеңе мойындамады. Айтуға дәті жетпейді. Айтпаса да бәрі іштей не болғанын біліп тұрған болатын. Құда-құдағи күйеу бала, бәріңізден қызым үшін кешірім сұраймын. Ол менің үйімде қонақ болатын. Ол енді сіздің үйдің адамы. Не істесеңіз де, қалай жазаласаңыз да өз еркіңіз. Жоқ, оны бұлай қалдырып не істеймін? Тұр қызым, үйге кетеміз. Мен саған үндеме дедім. Өлсе осы үйден өлігі шығар. Ешқайда кетпейді. Сені мен үйге барған соң сөйлесемін. Түс алдыма. Қайрат әйелін ертіп үйіне қайтты. Нұрлан ашулана әйеліне шарт қойды. Кәне, бәрінен кешірім сұра. Өзің көрдің, тіпті әкең де сенен бас тартты. Кешірім сұрап, менің дегеніме көнесің. Көнбесең, кең көше, таңдау өзіңде. Кешіріңіздерші мені, өтінемін. Бәрі тарап кетті. Жалғыз өзі қонақ бөлмеде жылап қала берді. Бағила жеңгесінен кешірім сұрап татуласты. Қайратта өз әйелін тиісінше жазалап, өмірінде алғаш рет 30 жыл бойы отасқан жарына аяусыз қол көтерді. Нұрлан бір апта бойы әйелінен бөлек жатып жүрді. Одан кейін де бір төсекте жатқанмен оған көңіл бөлген жоқ. 6 ай бойы ұялы телефон алып бермей қойды. Ешкімді маңына жолатпай, көмектесуге рұқсат бермей, үйдің бар шаруасын Құндыздың мойнына жүктеді. Бірақ әйел болған соң енесі мен абысыны жаны ашып көмектесіп жүрді. Көнгісі келмеген, бірақ көнбеске амалы жоқ. Әкесі үйіне кіргізбесін біледі. Барар жері жоқ, әйел тәубесіне келді. Басында мойындағысы келмеген мен өз күнәсін уақыт өте түсінді. Көрсе қызар дүние құмар әйел нәпсісін тия алмай, бір демде бәрінен мақұрым қалды. Нұрлан бір тиынды бермей қойды. Ақша беру былай тұрсын, ауыз ашып сөйлеспейді де. 6 ай азапты өмірі сәбиі дүниеге келген соң соңына жетті. Нұрланның өкпе ренішін шекесі торсықтай ұлы бір сәтте жойып жіберді. Қырқынан шыққанша енесі мен абысына аяқ қолын ыстық суға малып күтімін жасады. Олардың бұл әрекетіне Құндыз өз істеріне одан әрі ұялып, еңкілдеп жылап отырып кешірім сұрады. Оларда кешірім беріп, тату-тәтті өмір сүре бастады. Уақыт өте келе бәрі ұмыт болғанмен, Құндыз өзі ұмыта алмай, әр түн сайын ар азабы мазалай берді. Әр түнде бір жылап алатын. Қателігін өтеу үшін оған бар өмірі аздай көрінетін. Бәрін ұмытқан Нұрлан әйелінің өзгергені үшін риза болып, соңғы үлгідегі ұялы телефон сыйға тартты. Балаға өзіне қажет болар деп сұрамаса да, күніге аз-аздан ақша беріп жүрді. Бірақ Құндыз бұрынғыдай жұмсамай ақшасын жинап жүріп, енесі мен абысына сыйлық жасады. Телефон қолына тиген бойда бір кездері ақылын тыңдамай, өзіне жау санаған әпкесі Маржанға қоңырау шалып, бәрі үшін кешірім сұрап, үнемі ақыл кеңес сұрап отырды. Ғаламтордан іздеп көріп, отбасына арнап түрлі тағамдар дайындап, көңілдерін табуға тырысатын. Өкпе реніш күшін жойып, татулық, бірлік, береке үстем алды.